Al, құрметті 5-ші сынып, сабағымызды бастамас бұрын бірінші өткен тақырыпты талқылап жіберейік, үйге берілген тапсырманы бір қайталап алайық. Үйге не берілді, қандай тақырып өтті? Тақырыбымыз қандай еді? Не туралы өтті? Ерте темір дәуіріндегі металдың игерілуі, дұрыс па? Жақсы. Үйге қандай тапсырма берілді? Кесте. Кестені алып түсіндіріп жіберейік. Қандай кесте берілді? Не туралы кітаптан берілді ғой, иә? Ал жақсы айтады. Кім жауап береді? Үй тапсырмасы бойынша. Мен деп бастайық бірінші. Ал. Бастайсыз. Бер ал бастайсыз. Негізгі металл. Қола дәуірінде негізгі металл қола дәуірі. Темір дәуірінде темір. Еңбек құралдары. Салыстыру кестесі яғни, иә? Еңбек құралдарының сапасы әлсіз, қола дәуірінде әлсіз, тез сынатын болды. Ұзаққа шыдамайды. Темір дәуірінің мықты, ұзаққа шыдайды. Негізгі шаруашылық қола дәуірі егіншілік пен мал шаруашылығы, темір дәуірі көшпелі мал шаруашылығы. Жақсы. Тағы қосымша айтатындарыңыз бар ма? Үй тапсырмасын бәріміз орындадық ба? Иә. Дауыстарыңыз қатқан шығарып қошпай айтыңыздар, иә? Жақсы. Сонымен, алдыңғы сабақтарда біз өткенімізде ерте темір дәуірінде, соның ішінде Қазақстандағы металлургия, яғни темірдің игерілуі, иә? Темірдің пайда болуынан адамдар дами бастады ғой, иә? Қандай салалар дамыды? Не істеді олар? Темірдің арқасында неменелер жасай алды? Жақсы. Тағы еңбек құралдары жақсы. Тағы мал шаруашылығына дейді, иә? Онда олай болса барлығымыз экранға назар салайықшы. Экранға назар салайық. Экранға назар сала отырып, мына жерде не көріп тұрсыздар? Мал шаруашылығы. Мал шаруашылығы не істеп жатыр? Көшіп бара жатыр. Көшіп бара жатыр деп ойлайсыздар, иә? Қайдан қайда көшіп бара жатыр деп ойлайсыздар? Жерден жерге. Не істейді олар жерден жерге көшіп? Не үшін көшеді мысалы? Малдарына су, ыңғайлы жерге. Ыңғайлы жерге көшеді. Шөбі бар, Су бар жерге көшеді, иә? Ал ол малдарды игеріп жаңағы мініп келе жатыр ғой мысалы, атты мініп келе жатыр, иә? Оған біздің алдыңғы сабағымыздың қандай қатысы бар жаңағы темірдің игерілуі? Өздеріңіз айтып едіңіздер ме? Сол темір дәуірінде ат әбзелдерін жасай бастады. Ең негізгі ат әбзелі қандай еді? Ауыздық. Дұрыс айтасыздар, жарайсыздар. Демек, мына суретке қарай отырып, бүгінгі тақырыбымыз қандай болуы мүмкін? Соны айтыңыздаршы. Дұрыс айтасыздар. Мал шаруашылығы. Соның ішінде қандай? Көшпелі мал шаруашылығы. Олай болса тақырыпты жазып қояйық, бүгінгі күнді жазайық. Бүгін нешесі? 11 қараша. Көшпелі мал шаруашылығының қалыптасуы деп тақырыпты жазып қояйық. Көшпелі мал шаруашылығының қалыптасуы. Экранға тұр. Көшпелі мал шаруашылығының қалыптасуы. Көшпелі мал шаруашылығының қалыптасуы. Тақырыпты жазып болса, қаламызды қойайық, иә? Біз сабаққа кіргенде әрқайсымыз өзімізге ыңғайлы топқа отырып алдық дегенде біз араласайық. Ол үшін бізге Stopwatch онлайн бағдарламасы көмектессін. Мына жерде бүгін сабақта түгелміз ғой, иә? Барлығымыздың атымыз бар ма? Қарап шығайықшы. Ал көрейік. Рүстем, Ералы, Рахат, Қайсар, Зере, Екаяжан, Аяулым, Жанет, Ұлпан, Сабина, Балмыр. Бәріміздің атымыз бар ма? Иә. Олай болса, бізде экранның жасап көрейік.
бізді топқа бөліп берсін. Бағдарлама. 2 топқа бөліп берсін бізді. Қазір 1 минут. Қайтадан аты жөнімізді жазатын болдық. Қазір бірдей. Ал енді кім бар бізде сабақта? Рүстем бар. Ералы. Қайсар. Аяжан 1, Аяжан 2. Кім 1 болады, кім 2 болады? Бірінші жақта отырғаннан кейін Аяжан 1 деп жаза салайық, екіншісі түсінікті болады. Аяулым. Сабина. Ұлпан. Бәріміз жазылдық па? Ал олай болса көрейік. Ал Аяжан, Рахат, Қайсар, Жанел, Зере бірінші топ. Қайталаймыз. Аяжан, Рахат, Қайсар, Жанел, Зере, Рүстем бірінші топқа кіреді. Екінші топқа Ералы, Сабина, Аяулым, Балнұр, Ұлпан, Аяжан 1. Мына жаққа ауысамыз. Ал сіз бірсіз. Әр жаққа ауысасыз. Қайтадан. Ералы, Сабина, Аяулым, Балнұр, Ұлпан, Аяжан 1. Әр жаққа ауысамыз екінші топқа. Қалғанымыз Рахат, Қайсар, Рүстем, Зере. Екінші топ болып жаралады. Ал, орныңызды таптық па? Мына қағазға өздеріңіз ақылдаса отырып, топтарыңызға атын қойып алыңыздар, иә? Солай бағыңызға бірінші, екінші топ емес, бүгінгі тақырыпқа сай қойсаңыздар, тіпті де керемет болады. Бүгінгі тақырыбымыз қандай? Сол тақырыпқа сай атымызды, тобымыздың атын қойып, жазып қойырайық. Әрине кім жазады, біреуін жазып қойыңыздар. Соған қатысты, енді көшпелі мал шаруашылығында 4 түрі мал болады, қамбар зелдері болады. Қандай малы 4 түрлі малдардың ішінде жылқы малы ерекше болады. Соның бір қазанат деген сияқты, арғымақ деп қоймайсыздар ма? Ал ойламай қойайық. Тұлпар ерекше аттарымызды қойайық. Ал тездетейік. Сіздердің топтарыңыздың аты қалай болады? Тұлпар тобы екен. Ал жақсы, рахмет. Сіздердің топтарыңыздың аты қалай? Жүйріктер ма? Жүйріктер деп алайық. Ал жақсы. Тұлпар тобы және жүйріктер тобы бүгін сабаққа қатысамыз, иә? Ал жақсы. Олай болса, экранға назар саламыз. Бүгінгі сабағымызға байланысты кішігірім видео ақпарат алып алайық. Содан кейін сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Көшпелі мал шаруашылығы жақсы дамы. Көшпелілік дегеніміз не? Мал шаруашылығының қандай түрлері болды? Тегіндік дегеніміз не? Сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Қазақстанның қай жерінде көшпелі мал шаруашылығы жақсы дамы? Көшпелі мал шаруашылығы негізінен батыс және орталық Қазақстанда жақсы дамыды. Оның негізгі шарттарының бірі географиялық ортаның тікелей әсері. Еуразия даласында көшпелі мал шаруашылығының пайда болуының бірнеше себептері бар. Көшпелілік дегеніміз не? Көшпелілік тарихи тұрғыда қалыптасқан шаруашылық, мәдени, әлеуметтік жүйе. Ерте темір дәуірінде адамдар егіншілікпен айналысты ма? Біздің заманымыздан бұрынғы екінші мыңжылдықта климаттың өзгеруіне байланысты егіншілікпен айналысу тиімсіз болды. Сол себепті адамдардың тіршілік ыңғайына қарай егіншілік бірте-бірте мал шаруашылығымен алмастырылды.
көшпелі мал шаруашылығы қандай өнім берді? Көшпелі мал шаруашылығына көшу артық өнім алуға мүмкіндік берді. Табиғаттың дайын өнімін пайдаланған аңшы терімшілер сияқты емес, көшпелілер жылқы, түйе, қой мен сиыр малын ұстап, малшылықпен айналысып, олардан түрлі өнім алды. Көшпелі мал шаруашылығына көшу себептері қандай болды? Көшпелі мал шаруашылығына көшудің себептері. Бірінші, табиғатта құрғақшылық белең алып, жауын шашын азайды. Осылайша егіншілікпен айналысу қиындады. Екінші, ат әбзелдерін жетілдіру жылқыны көлік ретінде пайдалануға мүмкіндік берді. Үшінші, мал басының көбеюі жаңа жайылымдарды қажет етті. Ал енді осы жерде бір талқылау өтейік, видеоны үш жерден бөле тұрып. Сонымен, естеріңізге түсірейік, алғашқы қандай жануар қолға үйретілді? Ит, дұрыс айтасыздар. Ең алғаш мезолит дәуірінде қолға ит үйретілді. Одан кейін басқа да ұсақ малдар үйрете бастады. Ал неолит дәуірінде толық мал шаруашылығының қалыптасуы басталды. Ал біз ерте темір дәуіріндегі бүгінгі сабағымызда көшпелі мал шаруашылығы туралы айтамыз. Соның ішінде мына нәрсеге назар аударыңыздаршы, климаттың өзгеруі. Ол қандай климаттың өзгеруі? Қалай ойлайсыздар? Естеріңізге түсіріңіздерші, не болып еді? Дұрыс айтасыздар. Алып мұздықтар басты. Палеолит дәуірінің соңғы кезеңінде 100 жылдық алып мұздықтар басқаннан кейін әрі аңдар жойылды. Енді адамдар аңшылықтан біртіндеп неге көшті? Ұсақ малдарды қолға үйрете бастады. Мал шаруашылығы жақсы. Ал екінші, ат әбзелдерінің жетілуі. Ол немен байланысты? Атпен байланысты. Жақсы, дұрыс айтасыздар. Атпен байланысты, бірақ одан бөлек тағы немен байланысты? Темірмен байланысты. Не себепті темірмен? Үзеңгісін, яғни не жасады? Ат әбзелдері жасала бастады. Ұсталық дамыды. Металлургияның дамуымен қатар құрал жабдықтарды түрлендіре бастады. Және соңғысы ол мал басының көбеюі. Демек, қараңыздар, қолайлы климат қайтадан пайда болғаннан кейін далада жүрген малдары, соның ішінде төрт мал көбейе бастады. Дұрыс па? Енді біз жаңа видеоны да көріп отырмыз, біраз нәрсені айттық. Атам заманнан бері осы темір дәуірінен, ерте темір дәуірінде, неолиттен бастап қандай малдарды қолға үйреттік біз? Жаңа айттық, бірінші ол ит қолға үйретті. Бірақ қандай? Біз қазақта сөз бар ғой, төрт түлік мал деп. Төрт түлік малға не жатады? Қой жатады, сиыр жатады, жылқы жатады, ешкі, түйе, арыстан асыраймыз. Жоқ, арыстан асырамыз. Неге? Себебі ол жыртқыш. Ал қалғандар мына жануарлардың барлығы немен қоректенеді? Шөппен қоректенеді. Дұрыс. Жақсы. Әрі қарай видеомызды жалғастырайық. Мал шаруашылығының қандай түрлері болды? Мал шаруашылығының 3 түрі болды: көшпелі, жартылай көшпелі және отырықшы. Мал шаруашылығының бұл түрлері Қазақстанның қай жерінде қалыптасты? Таза көшпелі тұрмыс қалыптасқан аймақ батыс және орталық Қазақстан. Жартылай көшпелі мал шаруашылығы Алтай мен Жетісу сынды таулы аймақтарда дамыды. Отырықшы шаруашылық оңтүстік, яғни Сырдария, Шу, Келес өзендерінің аңғарларында жақсы дамыды. Экранға қараймыз, картаны қараймыз. Міне, көшпелі мал шаруашылығы қалыптасты деп тұрған жеріміз толық көшпелі мал шаруашылығы. Ол біздің батыс Қазақстанның болса, және орталық Қазақстанның болса. Ал жартылай көшпелі мал шаруашылығы ол шығыс Қазақстан, Алтай тармағында тауларында және Жетісудың біраз бөлігінде жартылай көшпелі мал шаруашылығы. Қазір түсіндіреміз, көшпелі деген қандай, жартылай деген қандай. Және отырықшы мал шаруашылығы. Ол оңтүстік Қазақстан, есіл жаңағы Шу өзендері, Іле-Шу өзендерінің алқаптарында отырықшы мал шаруашылығы дамыды. Бұл аймақтағы шаруалар мал шаруашылығымен қатар егіншілікпен де айналысты. Көшпелілер тебіртіп жайылатын малды көбірек өсірген. Біз енді ауылдың баласымыз ғой? Тебіндеп деген сөз түсінеміз ба? Қалай ойлайсыздар? Кім түсіндіріп тұр? Тебетін жануарлар жақсы, тағы қалай ойлаймыз? Тебіндеп тұр. Ауылдың баласымыз ғой, айтайық. Ойымыз. Қысқы жайылым. Ал тебіндеп деген не мағынаны
жақсы ой, бірақ тағы ойлап көріңіздерші. Мал деп, жаңағы жылы мал тебіндеп жайылады. Қалай жайылады? Тебіндеп жайылады. Қысты күні, өзіңіз айттыңызшы. Не ойлайсыздар? Қысты күні даланы не басады? Дұрыс айтасыз, өте дұрыс айтасыз. Яғни жылқы малының тұяғы сондай жаратылған екен. Ол кісі суыққа да, ыстыққа да төзімді. Қысты күні қардың астынан өзінің тұяғымен қарды қазып, астынан азығын тауып, жем шөбін тауып жейді екен. Түсіндік па? Тебіндеп деген сөзді түсіндік па енді? Қардың астынан тұяғымен азығын тауып жеуді тебіндеп жайылу деп айтады екенбіз. Тебіндеу дегеніміз не? Тебіндеу деген малды қар басқан қысқы жайылымда бар. Тебіндегі мал тұяғымен қарды аршып, шөбін жейді. Бұл ежелгі заманнан бар емес. Тебіндеп жайылуға жылқы мен қой малы бейімделеді. Жылқы малы ыстық пен суыққа бірдей төзімді. Тебіндеп жайылады. Керек азығын қар астынан тұяғымен аршып жейді. Көшпелілер мал шаруашылығымен айналысып, қыстан қыстауға, жазда жайлауға көшіп қонып жүрген. Сиыр малы тебіндеп жайылмайды ма? Сиыр тебіндеп жайылуға икемсіз болғандықтан, оларды көшпелілер қыста алдын ала жиналып әзірленген жем шөппен асырайды. Түйені шаруаға қалай пайдаланған? Түйе малын шаруашылыққа жүк көлік ретінде пайдаланған. Себебі түйе ауыр жүк көтере алады және өте жылдам қозғалады. Сондай-ақ түйе сусыз және қорексіз ұзақ уақытқа шыдайды. Ұсақ мал ше? Ұсақ малға қой жатады. Қой көп күтімді қажет етпейді. Кермек суды іше береді, тіпті су жоқ болса қар жейді. Олар су... Жаңағы айтқан кермек су дегеніміз лайланып қалған болсын, жаңбырдан кейін жиналған су болады ғой, содан іше береді екен. Өте төзімді мал, кез келген нәрсені. Сонда оның асқазанын өзі тазалап береді. Мұздақ су болады ма? Қар жей береді. Су жоқ болса қар жей береді екен. Суықпен ыстыққа төзімді. Маусымдық жайылымның түрлері қандай? Ал маусымдық жайылым дегенді біз де түсіндіріп қойып, тағы айтамыз, ауылда басымыз көріп. Көбінесе қазіргі малдарымызды біз ауылда ұстағаннан бөлек, тағы қай жерлерде ұстаймыз? Қыстақ деген сөз бар. Ал бірақ сіздер білесіздер ме? Көшпелі деген, және жартылай көшпелі дегенді түсіндіре кетсек. Осы жерде отырықшы деген. Біз қазіргі таңда отырықшы ауылымыз, себебі неге? Біз осы жерде орналасқан. Бір ауылда орналасқанбыз. Мал қора-жайымыз осында, осы жерде күн көреміз. Кешкісін қораға қамаймыз, таңертең шығарамыз, қысқа болса шөбімізді дайындаймыз. Бұл отырықшы мал шаруашылығы екен, Ал одан бөлек көшпелі, жартылай көшпелі деген. Олар қай кезде көшті деп ойлайсыз? Өздеріңіз айтып тұрсыздар жаңа қыста. Демек, маусымдық дегеніміз ол қалай? Жылдың әр маусымында көп мезгілде көшіп қонып жүру екен, Енді осы жерде көшпелі мал шаруашылығы мен жартылай көшпелі мал шаруашылығының ара-жігін ажыратып алайық. Көшпелі мал шаруашылығы дегеніміз 4 мезгілде де көшеді екен. Яғни жазда, қыста, күзде, көктемде көшіп қонып жүре береді екен. 4 мезгілде маусымда айналып. Ал жартылай көшпелі мал шаруашылығында қалай деп ойлайсыз? Қыс пен жазда. Жазда жайлауға барады, қыстауға барады. Қазіргі таңда бәрін қыстақ дегенімізбен 4 мезгілде осындай 4 түрлі атау бар екен. Түсінікті ғой, Әрі қарай жалғастырайық. Жайылымның 4 түрі бар. Күздеу, күзгі қоныс. Күздеуге шығынсыз, аман-есен жету мақсатында алғашқы күндері көш баяу қозғалады. Сондай-ақ жайлауда себілген мал зорығып кетпеу үшін асықпай айдайды. Күздеуге мал аяғы баспаған, оты мол, қыстауға жақындау жайылым таңдап алынады. Күзгі қоныс мал қомын сақтауға тиімді, көшпелі тұрмыс ыңғайына орай қолданылатын дәстүрлі шаруашылық түрі. Жайлау қыстаудан алыс жатқан даладағы қоныс. Жайлауды шөбі шүйгін, суы мол, әрі тұнық салқын жерден іздейді. Онда жылдың басқа 3 маусымында ел болмайды. Қыста аппақ қар басып жатады. Жазға қарай жайлаудың шөбі жақсы өседі.
қыстан арықтап шыққан мал жайлауда тез семіреді. Көктемгі болыс. Шөптің жаңадан қаулап шыққан кезінде көктем айларында мал жаятын өріс. Көктеуге мал төлдеп болған соң ғана көшеді. Қыстау. Қазақтың байырғы қысқы мекені. Қыстау қатты суық болмайды. Ықтасынды, әдетте суы бар оты мол жерлерде орналасады. Қыстауда малға арналған жылы қоралар бар. Жақсы. Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз жоқ болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қалай еді? Олай болса, осы тақырыпқа көшпелі мал шаруашылық тақырыбына өзіңіз қазір сабақ барысында бірде презентация жасап көрейік. Тақырыбымыз қалай еді? Көшпелі мал шаруашылығының Гамма деген приложенияның арқасында, платформаның арқасында біз қазір көшпелі мал шаруашылығының қалыптасу тақырыбына презентация жасап көреміз. Қысқадан нұсқа. Презентациямыз дайындалып жатыр. Ал экранға назар салайық. Әрі қарай. Сонымен көшпелі мал шаруашылығының қалыптасуы қазақ даласының ежелгі мұрасы. Келісеміз ба? Иә. Мына ұялы телефондарыңыз, мынандай экрандар, компьютерлер, машиналар, қазіргі керемет зәулім сарайлар болмаған кезде ата-бабаларымыз ненің арқасында өмір сүрді? Көшпелі мал шаруашылығының арқасында. Қандай үйлерде тұрды? Киіз үйлер. Киіз үйлер неге ыңғайлы? Көшіп-қонуға ыңғайлы дұрыс айтасыздар. Ежелгі замандағы мал шаруашылығының басталуы біздің заманымызда бұрынғы 8-7 мыңжылдықтар. Ал біз білеміз ол көшпелі мал шаруашылығына, жалпы мал шаруашылығының басталуы біздің заманымыздан бұрынғы 5-3 ғасырларда неолит дәуірінен басталады. Неолит дәуірі бізде жаңа тас ғасыры деп аталады, дұрыс па? Одан кейін қола дәуірі, темір дәуірінде ол түрленіп дами түсті. Себебі жаңа металдар, ат әбзелдері, құрал жабдықтар жаңа жерлерді игеру басталған болатын. Дұрыс па? Әрі қарай кеттік. Жартасқа салынған түйінмен жылғы суреттер дейді. Ал жартастарға салынған суреттерді біз қалай атаушы едік? Қандай ерекше жерлер бар бізде? Қай жерлерден табылды бізде Қазақстанда? Тамғалы, көбінесе қай жерде, қай территориясында, Қазақстанның қай бөлігінде? Оңтүстік бөлігінде, дұрыс айтасыздар. ЮНЕСКО-ның шешімімен қорғалатын Тамғалы деген үлкен біздің ескерткіш орнымыз бар. Ол жерде 5000-нан астам петроглифтер салынған екен. Ол петроглифтерде нелермен еленген? Жан-жағы, барлығы. Соның ішінде бізде тағы бір түрлеріміз осындай түйе, жылқы, басқа да өздерінің өсірген малдарын салып кеткен екен тасқа қашап. Жақсы, келесі. Қола дәуірінде көшпелі мал шаруашылығының бастауы болғандығын білеміз. Ал ерте темір дәуірінде оның жалғасқандығын білеміз. Дұрыс па? Иә. Көшпелі мал шаруашылығын жаңа айттық, маусымдық бейнесі бар, иә? Маусым бойы көшіп қонып жүреді екен. Жазда қайда барады дедік? Жайлауға, иә? Жазда жайлауда болады. Күзде күзеуге бар, қыстауға дайындалады, дұрыс айтасыздар. Жаз бойы малдар барып көшіп, шұрайлы
жерде өсіреді, одан кейін күзде қыстауға дайындап біртіндеп жайлап көшеге бастайды. Сосын қыстыгүні қайда дайын қорасы, жайлы мекені бар, таулы тастардың қасына дейін жақын жерлерге қар аз түсетін жерге барады. Одан кейін көктем кезде малды төлдетіп алғаннан кейін қайда көшеді? Көктемге көшеді. Яғни сол жерде егін ексе егіндер егіп арасындағы біртіндеп жайлауға өтіп кетеді екен. Жақсы, келесі мынаның барлығын өте бір күшті нәрсе шығарып беріпті бізге грамота. Көшпелі мал шаруашылығының әлеуметтік мәдени маңызы деді. Осы кезде біз мына нәрсені айттық, 4 түлік малды айттық, иә? Бізде 4 түлік малдың өзінің әрқайсысының түрі бар деген сіздер бастауыштан да өткен шығарсыздар, дұрыс па? Мына жерде бізде Шопан атаны айтқан екен. Мана Шопан ата деп кімді айтамыз біз? Қандай мал түрін бағатын кісіні Шопан деп айтады? Кімді Шопан? Қойды бағытқан кісіні Шопан ата дейтінбіз, дұрыс па? Ал жылқының атасы кім екенін естеріңізде бар ма? Қамбар. Дұрыс айтасыздар. Жылқы атасы Қамбар ата. Түйендікі. Зеңгі баба. Сиырдікі. Ойсы баба. Қайталап өтейік. Қой атасы Шопан ата. Жылқы атасы Қамбар ата. Түйе атасы Зеңгі баба. Сиыр атасы Ойсы баба. Керемет презентация жасап берген екен, иә бізге? Енді бұлардың мал түрлерінің маңыздылығын айтайық. Дұрыс қой, иә? Әрбір малды өсіргеннен кейін олардың бір пайдасы болу керек. Сіздер өздеріңіз айтып көріңіздерші осы. Мысалы, жылқы малының пайдасы қандай? Кім айтады? Қол көтерейік? Біреуіміз. Ал айтады. Жылқы малы Қандай? алыс-сапарға барып келуге. Болды ма? Тағы. Өтерші. Жылқы малы бізге сүт өнімдері, тоңық бөлік ретінде қолданамыз, терісі қолданамыз. Дұрыс айтасыз. Жақсы. Сол сияқты қой, сиыр малдарының әрқайсысының өзінің пайдасы бар, дұрыс па? Иә. Сиыр малы, қой малы, жылқы малынан біз түйе малдарынан сүтін аламыз. Еті қорек па? Киімін киді ма, киімдері бар ғой, соны қайдан алды? Жүндерінен алды, малдың терісінен алды, дұрыс па? Сонда қазақтар ата заманда қазақ бабаларымыз, ата бабаларымыз түгел малдың ешқандай жаңағы ысырап жасамай бүкіл құрылыс пайдаланған екен, бүкіл дүниесін пайдаланған екен. Өзің көлік дей, мінді ма мінді, ет тамақ, сүтін ішті, жүнінен терісінен киім, аяқ киім жасады. Дұрыс па? Тіпті ұл балаларға, қыз балаларға ойын ойнайтын ойыншықтарды қайдан жасады? Сүйектерінен жасады. Ұл балалардың ұлттық ойынымыз қандай? Мінді қой малының асығын алады, үлкен жаңағы сиыр малының асықтарын алу, асық ату ойындары болатын. Сосын боз бала шақта ойнайтын ақ сүйек ойыны деген болған болатын. Ол жерде де сүйек пайдаланған. Көрдіңіздер ма? Осындай дүниелер, яғни бізде айтқанда отход дейміз ғой, яғни артық қалдық қалмайды екен. Жақсы, олай болса келесі тапсырмаларға кезек берейік, иә? Тапсырмалар орындап көрейік. Тапсырмалар орындап көрейік. Сонымен қай топтан бастасақ екен, кім шығады? Мен деп айтасыншы, мен шығам тақтаға, мен орындап көремін бұлда. Жоқ, ер адамыз, тағы басқа қыздар, бұлда. Қосылыңыздар. Келіңіз, Сәлима. Экран. Келіңіз. Бізде сәйкестендіру тапсырмасы. Ручканы қойыңыз. Окей, баса беріңіз. Сәйкестендіру тапсырмасы, learning apps бағдарламасы бойынша хаттар жазасың. Не берілген мына жерде? Кішкене былай қарай тұра тұрыңыз, қазір бірінші сұрап алайық. Тапсырма, қандай тапсырма берілген деп ойлайсыздар? Не берілген мына жерде? Күздеу, жаздау деректерді сәйкестендіру. Иә? Суретке қарап, күз қайсысы, көктемде жайлауға, жаңағы жайлауы қайсысы, күзеуі қайсысы сәйкестендіру керек. Сәйкестендіре аламыз ба? Ал келді, қараңыз да сәйкестендіру. Қалғандарымыз қарап отырамыз, артынан тексереміз қазір, иә? Жақсы. Қаттырақ жылжытсаңыз болады. Қорықпай жылжытып, мына жақтарға қарай суретті де, жазуды да шығарып алсаңыз болады.
Күзеу дейді. Қарап алыңыз суретті, аха. Ажыраттыңыз келіп тұр ма екеуінің арасын? Мынаған бас келіп қойыңыз. Аха. Иә, біріктіресіз ба? Біріктіріңіз, жақындатып. Әрі қарай жылжытып жасаңыз болады бәрін. Иә. Аха. Қалай ойлайсыз? Көтеріп жасаңыз. Әрі қарай, иә, бір-біріне ажыратып. Сабина, қалай ойлайсыз? Дұрыс айта ма балалар? Қыстау мен көктем? Аха. Енді дұрыс болды деп ойлайсыздар ма? Тексеріп көреміз ба Сабина? Тексеріп көру үшін батырманы басып көріңіз. Не дейді? Жақсы дейді, сіздер барлық сұрақтың жауабын таптыңыздар дейді. Солай ма? Ал өзімізге бір қошеметтеп қойып, олай болса келесі бір тапсырмаға кезектейік. Бұл да сәйкестендіру тапсырмасы болады. Кім шығады? Қайсы әкеледі? Иә, бастау батырмасын басыңыз. Бірінші қарамаңыз. Не істеу керек мына жерде? Тұра қойыңыз, иә, сәйкестендіру керек. Оқи отырып сәйкестендіреміз. Біз сіздер не істейміз? Көмектесеміз. Жақсы, біріншісін оқиық. Тебіндеп жайылуға икемсіз, сондықтан оларға жем шөп әзірлеуге қажет етеді. Аха, қай мал екен ол? Сиыр малы. Сиыр малы дейді, ал сиыр малы болса орнына қоя қойыңыз. Жақсы, қазір тексереміз артынан. Оқимыз келесін. Жүк көлігі ретінде пайдаланатын жылдам қозғалады, ауыр жүк көтеріп жүре алады. Олар сусыз және қорексіз ұзақ күнге шыдайды. Ал жақсы көрейік. Жылқының қосылып жүрміз. Жылқының орнына апарып қойсаңыз. Қаттырақ басыңыз. Иә, қаттырақ басыңыз. Түйінді. Келесін оқиын. Көп күтімді қажет етпейді. Термек суды іше береді. Тіпті су жоқ болса қар жейді. Суық пен ыстыққа төзімді. Қайсы? Және соңғысы жылқы. Соңғысын оқиық, иә, қайсар? Не деп жазылып тұр екен? Жоқ, жылжытып қоя беріңіз. Бірақ сосын оқиық, иә, не деп жазылып тұр екен? Ыстық пен суыққа төзімді, тебіндеп жайылады. Керек азығын қар астынан тұяғымен ашып алады. Сенімдіміз ба, жауабымыз ба бәріміз? Жоқ, біз болған жоқпыз ба? Тексермейміз ба? Жауабымыз ба? Дұрыс па екен? Ал өздеріңізге тағы бір қол қойып қойыңыз. Олай болса, балалар келесі тапсырмаға кезек берейік, иә? Келесі тапсырма өздеріңіздің шығармашылықтарыңыз болады. Топпен. Қазір бір немесе екі сурет саласыздар. Тақырыбымыз қандай бүгін? Көшпелі балшылар. Қараңыздар. Осыған байланысты сурет саласыздар. Тез арада көп уақыт жоғалтпаймыз. Кішкентай. Бір көшпелі мал шаруашылығының бейнесін келтіресіздер. Жақсы ма? Барлығымыз топпен бір ғана сурет немесе екі сурет, иә, тез салсаңыздар. Сосын ол бойынша бір 2-3 сөйлемнен тұратын анықтама бересіздер. Яғни мәтін құрастырасыздар ма? Мынандай жағдай, суретті суреттейсіздер өздеріңіз. Түсінікті ма? Жақсы. Тез кірісейік, біз ол тапсырмамен қызықты болады қазір. Бәріміз орындарыңыздан тұрып, бір-бірлеріңіздің қастарыңызға баруға болып, жақындап келіп суретті не саласыздар, тез ойластырып, осындай бір жылқы саласыздар ма, қой саласыздар, орындарыңыздан тұрып, бір-бірлеріңізге көмектесіп жүруге болады. Бәрін салу болады, иә, бүгінгі тақырыпқа байланысты не салуларыңыз керек?
сала беруге болады. Бояп ештеңе керек жоқ оны. Жақсы ма? Оны бояп әсемдеп керек жоқ. Қазір біз оны платформа арқылы көретін боламыз. Жылдамдатайық, иә? Жылдамдатып бақырсайық. Анық көрінетін болса болды. Соны жазсақ болады. Көшпелі мал шаруашылығының қатысы бар деп ойлайсыздар ма? Салып қойыңыздар мүмкін далада жүрген шығар жер. Шықпай жатқан шығар. Өздеріңіз иә әдемілік үшін салуға болады мысалы. Аяқтарыңыздар жылдамдатып. Бұл жерде көп нәрсе керек жоқ. Шағын нәрселерді салыңыздар иә. Бірнеше 3-4 қана элемент салсаңыздар жеткілікті. Сіздер бірден не салып жатсыздар, соны сөйлетуге 2-3 сөйлем дайындап отырыңыздар. Мәтін ретінде, иә? Сіздер де солай не салып жатсыздар, соған сөйлетуге 2-3 сөйлем дайындап отырыңыздар. Жоқ, көп нәрсе керек. Жоқ, ол жерде 2-3 элемент қана керек. Бір-екі жалға бір қой деп салсаңыздар да жетіп отыр. Жылдамдатайық. Мәтін осы, 2-3 сөйлемден тұратын мәтін жетеді заңда. Болды ба? Жетеді ол андай. Керемет сөйле салмаңыздар айтып қой оны. Әрлеп, бойлап, әсемдеп керек жоқ. Дайын деп жетпейді шығар. Болды, давайте дайын деп айтайық, иә? Дайын болған топ не істейміз? Қолымызды шапалақтап қалайық бәріміз бірге. Дайынбыз деп белгілі беріп, иә? Жоқ, оны жазып керек жоқ, оны айтамыз керек. Сіздер болдыңыздар ма? Ал, бірге қол соғамыз бәрін. Жақсы, сіздер суреттеріңізді маған бере беріңіздер. Иә, суреттеріңізді. Жылқы, тау, тас. Өзеннен су ішіп тұрған малды бір жылқы малын көрсеттіңіздер, иә? Мына жерде жылқы бар. Осы екі суреттің бірін мен алайын. Қазір. Екінші топ жылдамдатайық. Sizler de suretlerimizde olarak görebilirsiniz olası. Al hepinizde biz metinlerini oylastıra veriyoruz canım.
Жақсы, балалар енді қараңыздар, экранға қараймыз. Біз бүгін X-Verse деген бағдарламаны ашамыз. Жаңағы сіздердің салған суреттеріңізді тірілтуге тырысамыз. Тірілтуге? Иә. Қалай? Кәдімгідей. Дәл сол суретті? Иә, дәл сол суретті. Жаңағы мәтіндеріңіз қалай болды? Сонымен сіздер әңгімелестеріңіздер не салғандарыңызды айтыңыздар. Екі-үш түрін жаңағы суреттеріңізге байланысты айтсаңыздар. Үй жануарларының жайлы жүргендері туралы таңбасы. Енді оны қалай жазсақ болады екен бұл жерде? Қалай деп жазамыз? Өзенден су ішіп тұрған жылқы деп жазамыз ба? Или жайылып жүрген жануарларды, жылқыларды жазамыз, жануарларды жазамыз, иә? Ал жасап көреміз ба? Иә. Қалай болады екен нәтижеміз? Тірлік жері ма? Қалады. Қазір көреміз. 95% болды. Сіздердің суреттеріңіз қалай болды? Негізі Қойларыңыздың құйрықтары ұзын болып кеткені болмаса, қалғаны әдемі, бұл Еділбай қойы деген бар ғой, құйрық. Сондай қойлар болды сіздердің. Әдемі ме? Иә, болады. Bu жерге дауысқа қосуға болады, бәрін істеуге болады. Ал кеттік екінші топтықын көрейік тездетіп, иә? Қазір уақытымыз тығыз. Қалай, күшті ма? Иә. Жақсы. Енді екінші топтықын көрейік. Сіздердікін. Суретімізді алайық. Жүйріктер жолды салған суретті алайық. Иә? Сіздер қалай тақырып қойдыңыздар? Тақырып қалай қойдыңыздар? Сіздердің суреттеріңізге қарасақ, шопан ата екен, иә? Соны көрейік, иә? Мал жайып жүрген шопан деп жазып көрейікші. Al, suretleriniz. Kәдімгідей кино жасап берді. Қойлары көп, кәдімгідей ерекше шықты ма? Иә. Ал бір-бірлеріңізге қошемет жасап қойыңыздар. Балалар, олай болса, сабағымызды аяқтайық, иә? Барлығымыз қызықты болды ма сабақ? Олай болса, соткаға ұялы телефондарыңызды алсаңыздар.
Ұялы телефондарыңызды алыңыздар. Қазір маған сабаққа кері байланыс бересіздер. Мына жерде барлығын түсіндім, енді түсініп келемін және түсінбедім деген сөздер бар. Осыған байланысты сіздер қазір QR код шығарамыз. Сол QR кодқа шығарып алып, QR код арқылы сайтқа кіріп, маған бағалау бересіздер. Жақсы ма? Мен оны қазір көрсетпей, өзім қарап, кейіннен қараймын. Жақсы ма? Кім қандай жерде түсінген? Түсінікті ғой? Ал біз. Ұялы телефондарыңызды ашып, мына QR-ды сканировать, сабаққа кері байланыс жасасаңыздар. Жалпы барлығы түсінікті болды ғой, иә? Кері байланыс жасай бересіздер. Сабаққа қатысқандарыңызға рахмет. Сау, сәлемет болыңыздар.